14 жасқа толған балаларға арналған. Жастар жылы жарияланды. Бұл жастарға рух беріп, олардың мәселелерін шешілуіне септігін тигізеді. Анар, жастарымыз бөркін көкке атты десек артық айтқанымыз болмас. Тек сол қуаныш қаншалықты ақталады, өзекті мәселелер өз шешімін қаншалықты табады. Осы сұрақтарды бүгін біз ой талқысына саламыз. Армысыздар, эфирде ой талқы ток-шоуы. Жастар жылы жастарға не бермек? Мирас Жанатбекұлы, сіздер атқаратын жұмыс ауқымды. Солай емес пе? Сол туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Енді биыл 13 қарашада елбасының жарлығымен жастар жылы деп жарияланды. Бұл енді жастар жылында Қарағанды облысында қолдау сені мүмкіндік тақырыбында өтетін болады. Себебі ең бірінші жастарымызға қолдау керек. Ол әрине мемлекет тарапынан. Бүгінгі таңда мемлекет тарапынан жастарға әртүрлі қолдаулар жасалып жатыр. Ең бірінші басты мәселе сананы тұрмыс билеген уақытта біз енді екі қолға бір күрек дейді, қазақша айтқан кезде. Соған ең бірінші жастарымыз жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек. Бұл мәселе келетін болсақ, енді былтырғымен салыстырғанда 2017 жылдың 3-ші 90-дағы қорытындыға байланысты 5% болатын жастар арасында жұмыстық деңгейі. Енді 2018-дің 3-ші 90-дағы қорытындысы бойынша 4,6%, яғни 0,4%-ға төмендеді. Және де осы жұмыстармен қатар біз жұмыс істегісі келмейтін, оқығысы келмейтін жастар санаты бар. Ниетсіз жастар деп айтып атамыз. Енді бұлардың да көрсеткіші былтырғымен қарағанда төмендеді. Былтыр 13,4% болатын, биыл 11,7%. Яғни 1,7%-ға төмендеді. Дегенмен де ең бірінші мемлекет тарапынан атқарылып жатқан шаруалар орасан зор деп айтуға болады. Бірақ та осы кейбір жасалып жатқан мемлекеттік бағдарламалар жастарға жетпей жатады. Осында ең бірінші осы олқылықты жою үшін бүгінгі таңда Қарағанды облысы әкімі Ерлан Жақанұлының бастамасымен осы біздің базарларда осы жұмыспен қамту орталықтары бекеттерін ашу. Бүгінгі таңда бұған 878 адам келіп қатысып, оның мысалы 6-ауы жұмысқа орнатылды, 145-і қайта оқуға жолдама алды, және де 600-ден астамына мысалы бизнес ашуына, қалай жұмысқа тұруға осыған байланысты ақпарат берілді. Сіз деректерді келтіріп өттіңіз. Біз де сол базарларға барған болатынбыз. Жұмыспен қамту орталықтарында болдық. Видеоны тамашалап алсақ, кішігірім. Жас маманға бірден жұмысқа орналасу оңай болмайтыны анық. Жұмыс берушінің кеше ғана университеттен келген адамды оқытуға уақыты жоқ. Сенімі де аз. Осындай мәселеге тап болғандардың бірі Мұрат Сесенбаев. Ата-анасына масыл болмас үшін қазір әртүрлі қара жұмыс істеп, аз-маз ақшаны қанағат етіп жүр. Колледж бітіргеніме 2 жылдай уақыт болды. Соның 1 жылы жұмыс іздеумен өтті. Негізгі мамандығым программист. Барған жерлерімнің көбісі тәжірибесі жұмысқа алған жоқ. Екіншіден айлығы көңілімнен шықпады. Сол себепті де осы жерге келіп жұмыс істеуіме тура келді. Жастарға қазір жұмыс табу қаншалықты қиын? Әлде адамның өзіне байланысты ма? Қарағандылықтардан сұрадық. Просто қазіргі жастар өзін ойламайды көбінесе. Но жұмыс көп қойды, жұмыс өте көп. Жұмыс істегісі келмей шығар ешкімнің, сосын шығар. Көбісін жалқау. Из-за зарплаты, наверное. За малых зарплат. Тәжірибе сұрайды, тәжірибе жаңадан түскен маман иесінде қайдан болады, ол жоқ. Тәжірибесі алмайды, сондықтан да рас жұмыс жоқ. Қазіргі таңда жұмыс табу қатты қиын емес, негізі былай қаралса. Оқуын барлығын болса, диплом табу оңай. Аты жөнін жасырған мына азамат орталық базарда қара жұмыс істейді. Қолында дипломы да бар. Бірақ қазір тамыр таныссыз жұмысқа орналаса алмайсыз деп санайды. Осында еңбек етіп жүргеніне 10 жылдан асыпты. Суыққа төзіп, ауыр жүк көтеруге көнудің себебі бала шаға қамы дейді. Мамандық бойынша істеуге болар еді. Бәрі бүкіл жерде не ғой? Ақша. Ақша сұрайды бәрі. Пәленің ақша бересің, одан жұмысқа кіресің дегендей ғой. Мамандық бойынша бардым бірнеше жерге. Көңілден шықпады, оның үстіне жәндегі бүкіл жері не ғой. Диплом басқа, маман басқа жұмыс істей береміз ғой, сондай ғой, қазақпыз ғой. Тұрғындар арасында жұмыссыздықты жою мақсатында Қарағанды қаласында бірнеше базар ішінен жұмыспен қамту орталықтары ашылды. Аз уақыт ішінде 200-ден астам адам орталықтың көмегіне жүгініп, ішінде жұмыс тауып кеткендері де бар. За все время
Аталған пункттер ашылғаннан бері 260 адам қызметімізге жүгінді. Оның 15-і жұмысқа орналасуға жолдама алды. 71 адам оқуға жазылды. 170-тен астамы кеңес алды. Мұнда біздің мамандар мемлекеттік қолдау туралы ақпарат береді. Оның ішінде еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа мамандықтар туралы. Бұл қысқа мерзімді кәсіби оқулар, яғни 3-4 ай 16 000 теңге көлемінде шәкірт ақы алып оқиды. Біздің тағы бір алған ақпаратымыз 1200 бос жұмыс орындары бар екен. Бірақ 450 кәсіпорыннан. Бірақ жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, жұмыссыз жүр. Себебі неде? Себебі бүгінгі таңда біз жаңағы сіздер өздеріңіз видеода көрсеткен жастармен біз де кездестік. Бүгінгі таңда мынау тәшке сүйретіп жүрген базарда, немесе мынау жүк көтеретін жастарымыздың күнделікті еңбек ақысы 5 000-дан 10 000 теңгеге шейін. Олар айына 150 000-нан 300 000-ға шейін. Яғни соларды қанағаттандырады сол. Сол қанағаттандырады. Әрине мемлекет ұсынып отырған жаңағы еңбек ақы олардың жұмыс істегісі келмейді. Және де тағы да бір мәселе, жаңағы жастарымыздың бәсекеге қабілетті еместігі, алған білімдері. Бүгінгі бізде мысалы жастар тәжірибесі бағдарламасы бар. Сол бойынша маған программисттер келді. Мен қай колледж екенін айтпай қояйын. Мышканың не екенін білмейді, компьютер не екенін білмейді. Сондықтан да біз бүгінгі таңда мынау дайындалып жатқан мамандықтарға аса көңіл бөлуіміз керек. Оларды бәсекеге қабілетті қылып шығаруымыз керек. Себебі бәсекеге қабілетсіз маманды мен де жұмысқа алғым келмейді. Жастарымыздың сөзіңізден байқап қалдық, яғни тәжірибесіз жұмыс қалмайды. Себебі осы дейсіз ғой? Себебі ол жаңағы сұраныс сапасыз маман иесі. Бұл жерде мен айта кетсем, мен бір жас баланы білем. Жас болғанда, олар қазір 20-да жасы, екеуі де тәшке сүйретеді базарда. Солармен жолығып сөйлескенде, неге сіздер осы ары қарай диплом бойынша, мысалы үшін мамандық оқып неге алмадыңыздар? Олар айтады, біз оқыған жоқпыз дейді, жағдайымыз болмады, біз оқитын дейді, бізде диплом жоқ дейді. Бір екіншіден жаңағындай дайындап оқыту несінің үкіметтің ұсынып отқан несі дейді, аздау болды дейді. Мысалы үшін дейді, бізге де айтты дейді, 6 ай істеу болады, молодежный практика дей ма, 30-35 мың ғана айлық болғандықтан, мысалы сол себептен біз оған неткен жоқпыз дейді. Біз өзіміз пәтер жалдап тұрамыз дейді, екеуміз бірігіп дейді. Сол себептен мұқтаж болғаннан кейін біз базарға барып жұмыс тәшке сүйретіп жүрміз дейді. Жастар тәжірибесі деген мол мүмкіндік емес пе жастарға? Ол жастар тәжірибесі 6 ай, мысалы үшін ол енді ақшасы қазір көп жерде мысалы үшін ақшасына қарайды да. Қандай да жас болсын, мысалы үшін егер ақшасы қолайлы болса, соған барады. Мысалы үшін жұмыс бар. Ол өзі де біледі ғой, тәжірибесі жоқ. Сол үшін өзіне қажет нәрсе емес па ол? Бұның негізгі мақсаты жаңағы айтып отыр ғой, ана інім. Базарда мысалы қаражатқа, ақшаға мұқтаждық болып барып, ол жаңағы базарға барып жүр. Солай ғой. Ал бұл жерде баланың өзінің рухани санасының дамуында да кішкене нелік бар, кемшілік бар. Өйткені бір 6 ай бола, 6 айда бір 60 мыңға ақшам төмендеп базарға барып жүруі, қазіргі жастардың өзі қарасаңыз, рухани өмір сүрудің орнына арифметикалық өмір сүруге қарай бейімделе бастайды. Ол табиғи нәрсе, мұқтаждық, күнкөрістік. Сондықтан осы жерде бұл енді бұның барлығын жаңағы басшы орыннан немесе мемлекетті кінәлауға болмайды. Кейде баланың өзінің санасында да бір ілгерілеулік, төмендік бар кішкене. Сондықтан осы жағын дамытатын жағдайда болса, мысалы оның өзі отбасынан қалыптасады. Отбасынан мысалы үйдегі тәрбиеде баланың тәрбиесін еңбекке баулса, келешектегі қоғамның дамуына өзінің қабілетті екенін, жаңа бәсекеге қабілетті дамуына баулса, ол бала ондай дәрежеге бармас еді. Бірақ жастарды да тыңдау керек сияқты. Тамыр таныссыз жұмысқа орналаса алмайсыз. Жаңа мен айттым ғой, оны мойындау керек. Кешіріңіз, жаңа айтып өттіңіз ғой, бұл жерде ол бала, жаңа әке-шешесі жағдай жасай алмады, ол шындық оқытуға. Олар мысалы үшін айтып отқан жоқ, әкесін кінәлап тағы да. Олар айтып отыр, екеуміз дейді, пәтер жалдаймыз дейді. Қазір пәтер құны білесіздер Қарағандыда. Сол екеуміз, егер біз 6 ай бойы кім төлейді дейді, мысалы үшін дейді. Сол себептен олар мұқтаж болғаннан кейін сол жұмыс істеген. Бұл жерде мемлекеттік жаңағы бағдарламаларды түсіндіру керек. Ең біріншіден, жаңағы қайта оқытуға барса, егер білімі жоқ болса, оларға шәкірт ақы төленеді, оларға пәтер ақы төленеді, жол ақысы төленеді. Міне қазір қайта оқытайық, ол екі жігітті адресін беріңіз, хабарласайық. Міне сол кезде ол пәтердің ақшасын үкімет төлеп береді оған. Ой түзелмей, іс түзелмейді. Мен сізге айтатын. Мысалы жаңа сіздер айтасыздар, бүкіл айналып келгенде. Әке-шешенің жағдайы болған жоқ, оқытуға жалақысы аз деп. Мен өз басымнан алайын. Мен де ауылдық. Мен шағын ауылдан өскен баламын. Қазіргі уақытта мен уже 6 жыл болды.
мемлекеттік қызметте жұмыс істеймін, Ростовка деген жердің, үлкен жердің әкімі болып жұмыс істеймін. Мен де ауылдан төмен өстім. Мен сізге айтайын, мен оққа түсөлмей, сіздер қазір айтамыз ғой, бәрібір жағдай. Жаңағы Мирас жақсы айтты. Бәрібір үкімет қолдау көрсетіп жатыр. Бірақ қазір мен жаңа айттым, біздің алдымызға жастар келеді ғой. Мәселе біз де жаспыз ғой енді. Қартайып отқанымыз 40-қа келдік. Қазір кейбір жастардың көзінде от жоқ. Мен талпынып жұмыс істеймін, ертең мен болашақ, үйленемін, семья құрам, отбасын құрам, бала шағам болады деген. Ондай талпыныс жоқ қазір көп жастарда. Жеңіл жұмыспен көп ақша тапқысы келеді. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргісі келеді. Мен мысалға айтайын. Мен жаңа айттым ғой, 96 жылы мен мектеп бітірдім. Мектеп бітіріп, тарих факультетіне келдім. Оққа түсөлмедім ба, ауылға бардым. Жұмыс істедім, как раз 96 жылы білетін үлкен кісілер. Тура қиын уақыт болды. Вот сол кезде біз жаңағы айтып тұрмыз, дағдарыс, кризис. Вот сол кезде кризис болды, біз соны өттік. Ауылда жастар жоқ дейсіз, бірақ ауылда жұмыс бар ма? Бар. Қандай? Мысалы, жаңағыда айтып отырмыз ғой, біз бизнес бастау, өз ісін ашу, оның да өзінің талаптары жоғары мысалы. Жоғары. Мен мысалға айтайын. Біздің ауылда Ростовка округінде 903 жас бар, 14 пен 29. Біздің жаңа Ростовкада колледж бар. Жаңағы Бенас айтып өтті ғой, 9-дан кейін келіп, жағдай төмен отбасылар оққа түсөлмейтіндер сол жерден тамақ тегін, стипендиясын алады. Жататын орнына төлейді. Мысалға айтам, краткосрочный дейді, жаңағында 2 жылдық курстар бар, 2 жылдық оқулар бар. Соның бәрін біз оқытып отырмыз. Енді мен жаңағы соның ішінде мен сіздерге айта кетейін, жаңағы бизнес. Соның ішінен біз балалар таңдадық та, біз таңдағанда қалай? Жастардың енді бәрі кәсіпкер бола алмайды бұл заманда. Ынтасына қарай. Біз тартып алдық. Соның ішінен 11 бала, 11 жас жігіт. Қазір өз ісімен айналысып отыр. Қазір осы жұмыссыздықтың басты себебінің бірі мамандық таңдаудағы кеткен қателік. Ауыл шаруашылығына барып жұмыс істейтін мамандар бар, оқытып жатыр. Солар ауыл шаруашылығына ертең бара ма? Бірақ дегенмен сіздер айтыпсыз, жүздеген мамандықтарды түлетеміз, бірақ неге ауылдарда жетпейді? Тіпті қалалы жерлерде де мамандар жетіспейді. Неліктен? Біріншіден ол мамандық дұрыс таңдамағаннан болар деп ойлаймын. Жаңағы оқуға түскенде ата-ананың пікірін көбінде біз айтамыз. Диплом алу керек, оқу керек. Бізде ата-аналарда ондай қателік жоқ емес, бар. Мен өзім көп балалы анамын қазір, менде 3 студент отыр. Мен бірақ балалар таңдауды өздері жасады. Мен айтам. Бастық бол деген жоқсыз ба? Ертең дедім. Жоқ, айтқан жоқпын. Мен айттым, ертең дедім, өздерің нан тауып жейтін шамаларың болсын дедім. Содан олар өз таңдаумен. Қазір 2 ұл жаңағы виолончелист консерваторияда Алматыда оқып жатыр. Сіздердің жолдарыңыз. Иә, ол өнер жолын қуды. Өнердің жолы да ауыр жол. Қызым дизайнерлік оқып жатыр. Қазір осы жұмыссыздықтың басты себебінің бірі мамандық таңдаудағы кеткен қателік. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңағы жоғары оқу орындары мен колледждер біздің қоғамда қазір қандай мамандық керек, соны зерттемей жатыр. Мысалы, қазір қоғамда қажетті мамандарды дайындау керек. Біз болашақта осы мемлекет бағдарлама жасап жатыр қазір қайта оқытумен. Бірақ оның өзі қазір жастарға, халыққа жетпей жатыр. Неге? Оқытуда тоже қателіктер бар. Мысалы, для галочки мемлекеттік бағдарламаны оқыту керек дейді. Бірақ оған жаңағы айту оқыту керек деп бірден етіп санын толтырады. Ал сол білім алып жатқан адамдар қаншалықты жұмыспен қамтылып жатыр. Сол сұрақты университеттерден келген, колледжден келген баса назар аудару керек. Баса, қаншалықты жұмыспен қамтып жатырсыздар? Пікірін бір толтырып кетеміз шамалы. Қарындасым дұрыс айтып отыр. Мысалы, мемлекеттік бағдарламада қазір техникалық колледждер ашылды. Тегін оқытылады. Осылардың қаражаты мемлекеттен қазір укомплектование дейді ғой. Колледжді укомплектовать еткенде студенттер келіп жатыр. Сол студенттерде ауыл шаруашылығына барып жұмыс істейтін мамандар бар, оқытып жатыр. Солар ауыл шаруашылығына ертең бара ма бітіргесін? Мемлекеттің ақшасы кетеді, шашылады. Колледж укомплектование жасау үшін балаларды жинап алады. Колледжді құлатып алмас үшін. Мен өзім білім саласында 30 жыл директор болдым. Білім саласында. Оқыту керек. Бала саны. Иә. Оқыту керек, бітті. Мемлекеттің ақшасы тегін жүріп жатыр. Ауыл баласының ертең ауылға бара ма? Асфальтта жүрген бала. Жастар ауылға барғылары келмейді деген сөз. Айтып өтсінші, колледждерге сын айтылып жатыр. Сіздер тек қана оқыту үшін адамдарды жинайсыздар. Біздің жоғары оқу орындарына, сонан кейін колледждерге біразда сын пікірлер айтылып жатқан шығар. Кейде мен сіздердің кейбір ойларыңызбен келісемін де. Ата-ананың бағыты дұрыс емес. Ол нақты. Бұрынғы ескі жүйе бойынша әрбір адам бір мамандықты таңдайтын. Осы күнгі жаңа жүйе бойынша балаларға таңдауды көп берді. Мысалға 11-ші сыныпты бітірген кез келген бала 4 мамандық бойынша, я болмаса 4 сала бойынша
таңдау жүргізе алады. Міне соның әсерінен, ал енді өзінің қалаған мамандығына балы жетпей қалатын болса, одан кейінгіге өтіп кетуі мүмкін. Ал енді ол одан кейінгі екінші салаға жетпей қалса, ең соңында төртінші салаға түседі. Сондықтан балалардың бәрінің бітіруі ата-аналардың ғана емес, өз баланың өз ойын дұрыстап жеткізуі. Біздің Қарағанды мемлекеттік университетінде соңғы жылы, бұрынғы жылдары жастарды жұмысқа орналастыру университеттің мойнында болмайтын. Ол университетті бітірді, оны бітіріп біткеннен кейін маман қайда барады? Ол ақылы топта оқыған, ол грантта оқыған балалар болсын, қайда барғысы келсе өз еркінде болатын. Былтырғы жылда осы қараша айынан бастап қазір әрбір университетке сол баланы жұмысқа орналастыру, соған арнайы комиссия топ құрып, соны бөлу, соны жүктеп қойды. Тек қағаз жүзінде емес қой. Тек қана қағаз жүзінде емес. Бірақ дегенмен сіздер айтыпсыз, жүздеген мамандықтарды түлетеміз, бірақ неге ауылдарда жетпейді? Тіпті қалалы жерлерде де мамандар жетіспейді. Неліктен? Ауылға егер нақты міне Ростовка ауылынан біздің университетке келіп, осындай бағыттағы мамандар дайындап беріңіздер дейтін болса, қазір мемлекеттік стандарттың шегінде емес, соның стандарттың шегінен жоғары шекте. Бұл жерде мәселенің бір ұшы, бұл жерде жастар бар ама. Көрдіңіз бе? Жастар сол ауылға бара ма? Ұсыныс болғанмен жастар бармайды. Ал енді жастарды тыңдайық. Басқа да аға буын өкілдері айтып жатыр. Мен қазір Мыңжасар Әдікенов атындағы Қарқаралы ауыл шаруашылық колледжінде ветеринария мамандығы бойынша білім алдым. Шәкіртақым 40 мың теңге. Өзім қосы Қарағандыда туып өскем, және де Қарқаралыға барып оқып жатырмын. Жалпы айтқан кезде қазір нарық заманы. Нарық заман деген кезде біздің ағаларымыз күшті айтты. Көп жастар экономист, юрист, правовед сол мамандықтарды оқып алады да, сосын нарыққа шыққан кезде ол керек жоқ. Мысалға, қазір таңда шын жетіспейтіні ветеринарлар, агрономдар, сварщиктар, автомеханиктар, поварлар. Осы мамандықты оқып алған адамдар өз нанын өзі тауып алады. Және де жалпы айтқан кезде ол өз-өзіне сенімді болады. Көп жастар шығады да, сосын айтады, мемлекет маған жұмыспен қамтымайды, мемлекет осыны істемейді. Көптеген адам өзіне де байланысты. Мысалға, бізде біреу кино түсірем десе, ата-аналар айтады, ойбай, қайдағы продюсер, кино деген ол жүрмейтін дүние дейді, сен одан да мә экономист, юристқа бар, ертең креслода отырасың. Ата-ананың түсінігін өзгерту керек. Иә, бәлкім ол бір шедеврлар жасау шымет, сол қоғамға байланысты, ол бала барады да экономист, юристқа тапсырады, сосын не там жалпы айтқан кезде не рыба, не мясо дейді ғой, сосын жүреді үкімет көмектеспейді деп. Жаңағы мен айтып тұрмын, жастарға жаңағы көп нәрсе өзіне байланысты. Жаңағы ағам айтып отыр ғой, жаңағы. Біздің мысалы Ростовка мектебінде 17 біз осы кейінгі жылда мектепке дипломмен село дейді ғой, дипломмен ауылға. Бағдарлама бойынша 17 маман келіп, сол 17 маманның 9-ы сол мектепті бітіріп, оқуға түсіп, сол оқу түсіп, содан барып қайтып өз еліне келген. Дипломмен ауылға ортамызда бар ма барғандар? Дипломмен ауылға. Бар. Бар, иә? Ал қайда бардыңыз? Сізге сөз берейікші. Микрофон беріңіздер. Өкінбейсіз ба ауылға барғаныңызға, ішіңіз пыспай ма? Қандай мамандық бітірдіңіз? Қайда бардыңыз? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінде бітірдім. Содан 2018 жылы Бұқар ауданы Ботақара кентіндегі қазақ мектебіне мұғалім болып жұмысқа тұрдым. Алысқа кетпепсіз ғой? Маған ұнайды. Өзіме ұнайды. Үй берілді, маған баспаналы болдым 2018 жылы мамыр айында. Мына Ұлытауға барар ма едіңіз? Қарқаралыға бармайтын едіңіз, көрдіңіздер ме? Себебі қалаға жақын орналасқан. Шалғайларға барғылар. Мемлекеттік бағдарламалардың мәселесіне сәл кішкене толықтыра кетейінші, сөзім бағана бөлініп кетті де айтып отырған. Сол мемлекеттік бағдарламалар арқылы қайта оқытып жатқан курстардың көбі орысша жүреді. Ауылдағы адамдарға орысша оқытулар түсініксіз. Сондықтан жаңағы оқытуларды қазақ тілінде оқытатын мамандарда барып оқыту керек. Өйткені оның жемісі 5 жылда шығады енді. Қалай қаншалықты маман дайындалып шықты, қаншасы жұмыспен қамтылды. Бізде мына халық арасында емес, қағаз жұмыстары жұмыс жасайды, шындығын айтқанда. Жаңағы жұмыста қара жұмыс істеп жүрген жастарды сөкпеймін. Олар нағыз еңбексүйер, еңбекқор азаматтар. Дипломымен арланбай барып, бала шағасын асырап, ондай жүрген азаматтарды мен бағалаймын. Мына мектептегі оқытуларда сәл өзгерту болса деп ойлаймын мен. Негізі біздің жастар жаңағы оқушы күннен кәсіптік білім алу керек. Негізі былай ойлаймын, жұмыссыздық, мынау алып дипломның жарамай қалуы, оның барлығы біз жаңағы осы 11 жылдық, 10 жылдықты оқытқанда жіберген қателіктеріміз. Балаларға білім береміз дейміз. Біліммен қоса оларға тәрбие бере отырып, кәсіпке тәрбиелеу керек.
болашақта нан тауып жейтін. Жаңағы орта сыныптардан бастап белгілі бір балалардың қызығушылығына қарай. Мысалы, біреуіне тігін оқыта ма, екіншісіне жаңағы ағаш шебері ма, басқа да мысалы қандай кәсіптік мамандықтар бар. Соны орта сыныптан бастап оқыту керек. Сонда болашақта біздің қоғамда жұмыссыздық деген болмаса деп мен өзім ойлаймын. Жұмыспен қамту орталық. Елбасымыз жаңағы жастар жылында сөйлеген сөзінде ең бірінші жас кәсіпкер атты үлкен бір жоба. Бұл жас кәсіпкердің негізгі мақсаты осы жастарымызды қаржылай сауаттылыққа үйрету. Себебі бүгінгі таңда біз зерттеп қарасақ, әрбір жастың мойнында кем дегенде ұялы телефон, кредиткалы несиеге алған. Неге? Себебі оның қаржылай сауатсыздығы. Ертең ол жұмыста жоқ, бірақ оны қалай төлеймін деген ой да жоқ. Сондықтан да ең бірінші жастарымызды жаңағы мектептен бастап ең бірінші қаржылай сауаттылыққа үйретуіміз керек. Екіншіде жаңағы кәсіпкерлік мамандықтарға үйретуіміз керек. Үшінде жаңа айтып отырғаныңыз, атамекеннің бастау жобасы бар. Кейбір ауылдарға барсаң, жаңағындай біздің оқытатын адамдар мемлекеттік тілді білмей жатады. Осы жағына біз жаңағы сұрақты көтердік. Ол сұрақты биылдан бастап жаңағы атамекен бойынша оқытылады. Мамандығым бойынша кіруім керек болды, бірақ кемінде $2000 сұрады. Шын, ол шындық, өмірі шындығы. Жастардың, қаладағы жастардың жұмыссыздығы жастардың өзінің басына, жанұясына тиеді ауыртпалығы. Ауылдағы жастардың жұмыссыздығы ауылдың күйреуіне, ауылдың жоғалуына апарып соқтыған. Екеуі жер мен көктей. Мен жастарға айтарым, жұмыссыз жүрген адамды өзіне мысалға болмасын. Наоборот, толық қамтамасыз еткен жастарды, кімде жұмыс бар, кімде кәсіп бар, соны өзіне үлгі қылып алса екен деймін. Айтып өтіңізші, өзіңіз өз еркіңізбен таңдадыңыз. Сіздердің де жұмыстарыңыз оңай емес. Өндірісте жұмыс істейсіздер. Кім болып жұмыс істейсіз? Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітірдім. Сол кезде мен бітіріп, сол жерде сол кафедра меңгерушісімен оқытушы болып жұмыс істедім. Айлығым 11.000 еді сол кезде. Сол кезде мен 11.000 айлықпен 2 жыл жұмыс істедім. Бірақ өмір сүру маған өте қиын болды да. Шынын айтқан кезде. Мен жұмысымды емес, мен өмір сүру үшін басқа қосымша жұмыс істеуіме тура келді. Сосын мен өзім ойладым, мен бүйтіп жүріп балаларға да толық білім беріп бере алмаймын, мен басқа шаруа істеп жүрмін. Сондықтан мен кетуім керек дедім де, өндіріске бардым. Мамандығым бойынша кіруім керек болды, бірақ кемінде $2000 сұрады. Шын, ол шындық, өмірі шындығы. Бірақ бәрібір ақша беріп мен жұмысқа кірдім. Сондықтан көп жастардың сағы сынады. Мемлекетке деген құрметі азаяды. Ана айтып жатыр ғой, бізде жастар жігер жоқ деп, көзінде от жоқ. Көзіндегі отты өзіміз өшіріп отырмыз, ол шындық. Ол өзіміз өшіріп отырмыз. Ол жаңағындай, мен де талаптанып келдім, мен ананы істеймін, мынаны істеймін деп, жас кезімде арманым деген тауға апаратын еді. Тауға апаратын еді. Мен де өндіріске барып, мен мынаны үйренемін, 2 жылдан кейін маған бар ғой, шын айтқанда жұмысқа барып келіп, сондай деңгейге түстім да. Ешқандай пара берілген жоқпын. Мен өзі университетте оқыдым. Оқығанда университеттің 3 курсын өзім ақшаммен жаптым. Платныйда оқыдым, арнаймен. 4-ші курста только ата-анам мені бір үлкен сиыр сатып, 4-ші курсын ата-анам жауап берді. Шаман келмей қалды ма 4-ші курсқа? Мен 3 курс бойы өзім төледім бүкіл ақшаны. Экспедитор болып істедім, грузчик болып істедім. Оқу қайда қалды? Торговый агент. Білім қайда? Жаз демалыс күндері істедім. Енді қазір содан кейін мен Қазақмысқа жұмысқа келіп орналастым. Жастардың, қаладағы жастардың жұмыссыздығы жастардың өзінің басына, жанұясына тиеді ауыртпалығы. Ауылдағы жастардың жұмыссыздығы ауылдың күйреуіне, ауылдың жоғалуына апарып соқтыған. Екеуі жер мен көктей. Менің айтпақ ойым, жаңа өте проблемалар көтеріліп жатыр. Жұмыс істеп жүрген жастарды бір пікірлер айтылды. Олардың санасына тиістік. Санасына тиісуге болмайды. Жұмысшы жастар болмаса, қоғамның тозғаушы күші жоқ деген сөз. Ол адам жұмыссыздықты қалады. Оның әлеуметтік жағын ескеру керек. Базарда тәшке сүйретіп жүрген бала өмір бойы тәшке сүйретемін деп жүрген жоқ. Ол саналы бала. Уақытша жүріп, ақша жинап алып, сол ақшасымен үй сатып алып, сол ақшасымен үйленіп, содан кейін әрі қарай өзінің жолын тауып кетемін дейді. Мына кісі, мына жігіт айтты жаңа, басына мұқтаж болып еді, күн туып еді, мен қой бақтым, шөп салдым деп отыр. Сондықтан да ол уақытша ғана процесс. Ал енді қазір проблема ауылда. Ауылдағы жастардың бір ауылда кетіп, қарттар қалып жатыр. Қазақтың тамыры ауылда дейтін болсақ, ауылдағы жастардың тағдырын ойлайтын кез келді. Үкімет ойлап жатыр. Үкімет неше түрлі бағдарламалар жасап берді ауылдағы жастарға. Сыбаға бағдарламасы бар, құлан бағдарламасы бар, жауапкершілігі шектеулі неше серіктестері бар. Осыларды жастар біртіндеп алып өзінің шаруа қожалықтарын құрып жатыр. Қазіргі шаруа ауылдағы бізді бәрімізді, халықты етпен, сүтпен,
асырап отырған адамдардың бәрі, шаруа қожалықтардың жетекшілерінің бәрі қартайып бара жатқан адамдар. Ертең олардың орнын жастар алмастыру керек. Сол жастар алмастырған кезде жастар жаңа сіздер айтып отырғандай өзінің құрамына жастарды тартады, өзімен бірге оқығандарын тартады. Сөйтіп ауылдағы кәсіпкерлік процесінде жаңа өзгеріс, жаңа пайда болады. Қара Ақтоқ ауданының колледжіне 2017 жылы Теміртаудың 4-ші жетім балалар мектебіне 17 бала барды. Жетім балалар, жартысы орыс балалары. Колледжді бітіріп, барлық жұмысқа тұрып келді. Төртеуі бірдей ауыл шаруашылығында, шаруа қожалықтарында қалып қойды. Колледждердің бәрін, олардың бітірген балаларының бір баланың сапасымен бағалауға болмайды. Бірдей емес. Екеуіңіз бірдей институт бітіріп, бір жерге мекемеге бардыңыз. Біреуіңіз тесттен өтіп мемлекеттен қызметке кірдіңіз, біреуіңіз өтпей қалдыңыз. Осыған колледж кінәлі ма? Жоқ, сіздің өзіңіз кінәлісіз. Өйткені бұл баланың санасында. Сондықтан жоғарғы оқу орындарында сондай кінәлауға болмайды. Осы жаздың кезінде мен ол кезде 20 жастағы Шахназар деген баламен кездестім. Жаңа айтып отыр ғой барлығымыз, мемлекет кінәлі, немесе ата-ана кінәлі мамандық тауып беретін. Ол баланың әкесі жоқ, шешесі ғана бар шырылдап жүрген. 20 жаста болса да, ол 16 жасында төлқұжатын алу керек еді. Ол осы күнге дейін Қазақстан азаматы деген төлқұжатын ала алмай жүр. Сол кезде неліктен? Себебі мамасының құжатында бір әріптен қате кеткен. Тұрсын Бековна, сол У мен Ы әрпінің жаңағы қатесінен мен баламның анасымын деген дәлелі жоқ. Сондықтан қате кеткен себебінен бала құжатын ала алмай жүр. Содан 20 жасында, қазір 21-де не оқуы жоқ, не білімі жоғалған мектеп бар. Бала қазіргі кезде Қарағандыдан жұмыс таппады. Өйткені құжаты жоқ. Қазір ол Астанада бір шаруа қожалығының моншасын жағып, үйінің пешін жағып, малын жайғап жүр. Видеоны көріп алайықшы. Я бы уже, наверное, давно закончил бы какую-нибудь спортшколу, потому что я очень люблю заниматься спортом. Но вот из-за документов я не могу не закончить даже училище какое-нибудь там по специальности пойти и дальше зарабатывать хотя бы не могу даже. Не то, что там спортом заниматься. Я постоянно занимаюсь подработками, потому что на дорогу деньги нужны, на питание, на жилье. Вот это. Я гражданин Казахстана, я казах. Я хочу, чтобы быть как обычный человек. Хочу, чтобы у меня были документы, чтобы у меня каждый, кто остановил, сразу мог показать, а то с этим очень большие проблемы. Если у тебя нету документов, очень большие проблемы. Я хочу, чтобы вы мне помогли сделать их. Мне вот его жалко. Я там уже жизнь прожила, все видела, а он-то ничего не видел. Не учиться, ни в армию пойти, ни вообще ничего. И вот тупик какой-то залезли, вот, и все. Ол кісі Бұқар Жырау ауданы Ботақара орталығында туған ауылында, я. Бірақ мен осы мені съемканы түсірдім жаздың кезінде. Ол кезде менің де аяғым ауыр, я, 7 айлық. Мен көлігіммен сол Ботақараға нақтылап зерттеу жасадым. Ботақараға осы баланы алып бардым. Бардым да, жаңағы Ақаш бөліміне бардым. Міне свидетельство о рождении, туу туралы куәлігі неге бермеске десем, жоқ, берілмейміз. Өйткені мамасы Тұрсын Бековна болғандықтан, ал баласында Тұрсын Бекович болғандықтан, ол мамасы екеуін дәлелдеу керек. Бұл қателік миграционная полицияның қателігі. Сонда бар деді. Мен жарайды дедім, сонда бардым. Ол кісілер жоқ, біздің қателігіміз кеткен, туу туралы куәлікті берген Ақаш бөліміне бар деді. Онда да бардық. Содан кейін біз облыстық Ақаш бөліміне келдік. Оларда да жоқ, по место жительству деді. Бұл кісі Шахтинскіде тұрады екен. Ол жаққа да бардық. Міне мәселенің соңы құжат мәселесін шештік, айтып бүйтіп, осы бір аптаның көлемінде ол бала құжатын алу керек. Бірақ бүгінгі күнде ол әлі алған жоқ. Бірақ жұмыс мәселесі бойынша анасының мен қазір аманатын әкеліп отырмын осы жерге. Жұмыспен қамтамасыз етіп, оқытып берсе дейді. Тамаша, Мирас мырза, көмектесесіздер ғой. Әрине, бұл өте күрделі сұрақ. Әрине, сондықтан осындай бір
бауырымызға көмектессек, бүгінгі орталығының да жеткен жетістігі деп білеміз. Жақсы бір тамаша. Енді жұмыссыз жастар бар ғой, мысалы отырған. Оларда мемлекеттен қолдау алу керек, яғни жәрдемақы алу керек. Мысалға мен осы туралы тоқталғым келіп тұр. 2018 жылы адресная социальная помощь деген шықты. Яғни көп балалы отбасылар болсын, жаңа жұмыссыз жүргендер мемлекеттен жәрдемақы алады. Мен өзім 4 баланың анасымын, бірақ көп балалы деген статустан айырылып қалғам. Себебі үкімет 5 балалыларды ғана көп балалы деп есептейді. Бұған дейін беріліп жатқан 10 000 теңге жәрдемақысын алып тастаған. Яғни әйелдер миллионер болып кетпесін деген шығар енді. Сосын енді өзім үйде декретте отырғандықтан жаңағы адресный социальный помощьқа бардым. 4 балам бар. Жалғыз жолдасым жұмыс істейді деп. Сосын айтады маған 6 адам бір үйде тіркеуде тұрса ғана беріледі екен. Енді ауылдан келгендердің бәрінің 3-4 баласы бар. Барлығын 6 адамды бір үйге тіркеуге тұрғызбайды ғой мысалға, иә? Олар пәтер жалдап тұрады. Кім бір үйдің үйіне бір алма. Яғни ол 2 баласын бір үйге әртүрлі тірке. Яғни үй жоқтар бұл адресный социальный помощьты ала алмайды. Яғни жұмыссыз жүрген жастар бар, қайта оқи алмай жүрген жастар бар, бірақ оларға бәрібір үкімет жәрдемақы төлемейді. Яғни соның қаншама амалдар қарастырылған, қанша 3 ай сайын құжат тапсыруың керек. Яғни 3 ай сайын жалақың өсіп кетуі мүмкін, немесе бір көп ақша тауып қою мүмкін. 3 ай сайын неге халыққа тоздырып, жұмыспен қамту орталығында кезекке тұрып, 3 ай сайын неге ол өзінің миллионер еместігін дәлелдеу керек, мен соны түсінбеймін. Бізде атаулы әлеуметтік көмек ретінде, жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрған адамдарға біз ең алдымен жұмысқа орналастыру, содан кейін оқуға жіберу, және де соның ішінде 18 жасқа толған балаларды тегін кәсіптік оқуға жіберуге ұсыныс береміз. Бірақ көбінесе қазір біз мынандай қиыншылықпен кезіктіріп отырмыз. Себебі ең алдымен көп жаңағы ата-аналар алдында мысалы атаулы әлеуметтік жәрдемақы алып жүрген кезде тек қана бір жаңағы әкесі, шешесі, солардың ғана доходтары есептелген. Ал енді қазір жаңадан заң шыққаннан кейін бірге жаңағыдай барлық атасымен, әжесімен барлықтарының кірісі есептелетін болды. Сондықтан көбінің жаңағыдай бұл көмектен қағылып отыр. Қағылып отыр. Мына жерде қозғалып отырған мәселені қолдаймын, және қосып айта кететінім юрист-экономист туралы. Мен юристпін, экономистпін. Бірақ онда тұрған ештеңе жоқ, бұл өзімнің таңдауым. Ауылдық жерде өстім, университетке түсе алмадым, колледжді бітіріп, университетке қайтадан түсіп, өз жолымды таңдап кеттім. Университет көмек көрсетпейді, юристік, экономистік білім кем деген көзқарасқа келіспеймін. Өзіңізбен бірге оқығандар бәрі жұмыс тауып кетті ма? Иә. Бәрі жұмыс тауып кетті. Себебі университет біріншіден көмектесуде. Бәрі кәсіпкер болып кетті. Біріншіден қосып кететін мәселе, бұл ұзақ әңгіме болып кетеді. Мен ұзақ қысқадан нұсқа айтайын. Бұл адамның көзқарасына байланысты. Адамның, студенттің абзал бір қасиеті, ол ізденімпаз, сергек және талпынысы болуы. Егер талпыныс болған жағдайда мен, мысалы үшін, бірден бір дәлелімін таныссыз жұмысқа тұрудың. Маған әлі атам мен әжем айтады, мен сол кісілердің қолында өстім. Сен таныссыз ешқайда бармайсың деп. Бірақ мен таныссыздың бір дәлелі болып келемін. Неге? Себебі мен жаңағы жастар практикасымен 6 ай тәжірибе өттім. Одан кейін университеттің ұсынуымен, яғни халықаралық бизнес және экономика кафедрасының ұсынуымен жұмысқа тұрдым. Біздің жұмыспен қамту орталықтарына қазір бейнероликте жастар айтып жатыр ғой, жұмыс жоқ деп. Сол бармаған адамдар солай айтады. Яғни орталыққа бармаған адамдар айтады. Олар мүмкін білмейтін шығар, ақпараттандырылмаған шығар, сонда орталықтар бар екен. Қолынан ұстап апарсаң, олар жұмыс таңдай бастайды. Кез келген адам жұмыс таңдайды ғой, ыңғайына қарай, қалтасына қарай. Көзі жетеді, что бос жұмыс орындар бар екенін көзі жетеді. Мен мысалы сізге айта кетейін, ол жайында мысалы біздер тегін техникалық кәсіптік оқуға жіберер кезде, мысалы біздер әрбір ауылды аралап, әрбір жастармен да жұмыссыз адамдармен сөйлесеміз. Сол кезде біз ұсынамыз, осындай оқу бар, барып оқыңдар, тегін
ай сайын сізге жәрдемақы да төленеді, шәкіртақы, пәтер ақысы, жол ақысы барлығы төленеді. Неге бармасқа? Ол мысалы мамандықтарды естіген кезде, мысалы ветеринариялық және техникалық мамандықтарды естіген кезде барғылары келмейді. Ой, ол мамандықтарға мен барғым келмейді, оқығым келмейді. Содан кейін ата-аналары да қарсылық білдіреді. Мен жастарға айтарым, жұмыссыз жүрген адамды өзіне мысал қылып алмасын. Наоборот, толық қамтамасыз еткен жастарды, кімде жұмыс бар, кімде кәсіп бар, соны өзіне үлгі қылып алса екен деймін. Жақсы, тамаша. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Орынды ой, салмақты сын, парасатты пікір айтылатын ойталқы алаңында қайта жүздескенше ағайын.